жаратушыңға бұл егер дұғаларың тастама жүрегің. Мама келер келместен өзінің туған апасының басына келді. Маған да түсіме кірген негізінде. Әдемі ақ болып кеткен. Мамаңды оятсай деп ше сондай. Маманың түсіне де кірген. Қарым ашып жатыр, тамақ жейін деп. Құран оқып елен алады. Ассалаумағалейкум достар. Қалайсыздар, амансыздар ма? Әкеме келдім. Басына Құран оқиын деп. Короче, киім базарға жүрмін мен ше. Киім қайнап, кімге не қарау керек. Қайта беріңдер жайлап көре береміз. Бақыт болды. Астана қаласында Ханды бір секцияға берім келіп тұрды. Сон білмей атырым. Футболға уже барғысы келмейді. Мама, футбол не хочу деп. Сонымен күрес па, не бар? Баланы қайда беруге болады? Бұл бірінші сұрағым. Екінші сұрағым, Астана қаласында ағылшын тілін оқытатын жақсы бір курс керек еді. Кәдімгі онлайн емес, офлайн барып оқитын білетіндеріңіз болса, осы окошкаға жазып кетсеңіздер, рахмет. Ал құрметті достар, ассалаумағалейкум, барлықтарыңызға қалайсыздар, амансыздар ма? Сол әлі документтің қамы деп жүрік, ары бері жүгіріп жүрік. Менің қасымда отыр міне өзі. Ассалаумағалейкум. Дәккеншки. Қалайсыздар? Осы кісі әйтеуір барынша көмектесіп, қолынан келгенше тіл біледі. Кейде тіл үйреніп алсам ба деп қоям. Солай, қазір баратырмыз. Решать етуге. Өзі бармаса болмай кетті, братан. Солға барамыз, сөйлесеміз, шықсаларға айтамыз. Қалай сонда, қалай сенен Ханзаданың ренжітесің? Ханзаданың. Солай. Қыздар, біз вообще сонны магазин тауып алдық. И ценаларын тоже сілерге ыңғайлы қылып, прям чуть-чуть еле қосып атамыз. Модельдері бары, мне кажется, сілерге жат. Именно молодежный варианта біраз көбірек екен бұл жақта. Сілерге мұны бізге жаққан варианттарды монтип бөліп алдық. Азыр стористерге киргиземин. Все в ограниченном количестве болот. Все в ограниченном количестве болот. Жаққан модельдердің барын киргизем. Ценалар тоже максимум 4-5 чейін ғана болот. Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін осындай керемет ауа райымен менде бүгін демалыс болғанда бүгін мені жеңгем туған күні. Жеңгем менің ең үлкен ағамның жолдасы 60 жасқа келіп жатыр. Өкінішке орай ағам 47 жасында қайтыс болып кеткен. Сол енді бүгін жеңгем бәріміздің басымызды қосып туған күні кешке атап өтейін деп жатыр. Қазір түс кезінде мен барамын. Бәрін, туысқандардың шаштарын жасап берем. Беттерін бояп берем дегендей. Кейін кешке той. Қазір 1-2 магазинге кіріп шығуым керек. Өзімнің заттарымды алуға. Бәріңізге сәтті күн болсын.